Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өте керемет рецепт ұсынғалы отырмын. Жеңіл дайындалатын, өте дәмді әрі тәтті болатын керемет салат. Салатты дайындау үшін бізге керекті заттар: қаймақ, құтыдағы ананас, алма, және де аздап қант, және де сыр. Мен сырдың осындай эмир деген түрін қолданамын. Халал печатымен осы сыр осы салатқа жақсы үйлеседі. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм қаймағымызды салып аламыз. Үстінен қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Шетке алып қоямыз. Ең алдымен сырымызды кішкене төртбұрыштарға бөліп турап алатын боламыз. Араластырып қойған қаймақты массамыздың үстіне саламыз да, тағы да сыр мен қаймақты жақсылап араластырамыз. Ең бірінші дәл осылай сырды турап, қаймақты массамен араластырыңыздар, сонда сырға қаймақтың тәтті дәмі сіңетін болады. Келесі кезекте құтыдағы ананасымызды турап аламыз. Төртбұрыштап тураңыздар. Енді салатымыздың үстінен салып, бұны да жақсылап араластырып қоямыз. Салатқа ерекше дәм беретін осы ананас болып табылады. Ананас таппаған жағдайда орнына банан қолдансаңыздар болады. Енді алмамызды жақсылап ашып, бір шертіп тазалап аламыз. Алмамызды да алдыңғы сырымыз, ананасымыз сияқты етіп, төртбұрыштап турап алатын боламыз. Қыздар, мейлінше әр алманы турағаннан кейін салатқа қосып араластырып отырыңыздар. Себебі бізде алма тез қараятын болғандықтан, кейіндеу қосатын болсақ, салатымыздың ішінде қарайып, нашар көрініп қалатын болады. Мейлінше әр алманы турағаннан кейін осылай салып араластырып отырыңыздар. Қыздар, егер де салаттарыңыз кішкене қою болып тұрса, жаңағы ананасымыздың суынан кішкене қосып жіберсеңіздер де болады. Егер де сулы болған қаласаңыздар, барлық суын қосып араластырып жасасаңыздар болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Енді әдемі етіп тәрелкемізге салып алатын боламыз. Қыздар, осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығатынына толықтай сенімдімін. Біз қандай қонақ күтсек те, дәл осы салат біздің дастарханымыздан еш түскен емес. Үлкендерге де, кішкентайларға да ұнайды, дәмі жемісті салатқа ұқсайды. Мен салаттың бетін осындай майдаланған жаңғақтармен әсемдеймін. Бір жағынан әдемілік берсе, бір жағынан салатқа ерекше дәм береді. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша кез келген жаңғақпен әсемдесеңіздер болады, немесе әсемдеуге тосапты қолдансаңыздар да болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.